сәлеметсіздер ме? Мен бітік мектеп ББЖ кешенінің 10 сынып оқушысы Ғалымғали Фариза. Шығармашылық жобамның тақырыбы Қазақстанның жеті кереметі. Қазақстанның жеті кереметі шығармашылық жобасының өзектілігі. Бұл жоба Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасын зерттеп насихаттауға бағытталған. Қазақстанның жеті кереметі халықтың бай мәдени-рухани қазынасының көрінісі. Бұл жоба арқылы ұлттық құндылықтарды сақтап, келешек ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік туады. Жобамның мақсаты Қазақстанның тарихи-мәдени және табиғи мұраларын зерттеп, олардың маңызын айқындау арқылы ұлттық құндылықтарды дәріптеу және болашақ ұрпаққа аманат ету. Бүгін біз сіздерге қазақ даласының баға жетпес қазынасы Қазақстанның жеті кереметі туралы баяндаймыз. Уақыт сыны өткен халқымыздың бай тарихы мен рухани биіктігін айшықтайтын ұлы мұралар. Оның бірі алтын адам, бабаларымыздың даңқы мен айбынын асқақтатқан археологиялық жауһар. Исі қорғаннан табылған бұл алтын киімді адам сақ дәуірінің даңқты белгісі ғана емес, ұлттық рухтың символы. Оның алтынмен апталған киімі бабаларымыздың шеберлігі мен ерлік дәстүрінің куәсі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ғасырлар бойы түркі әлемінің рухани шамшырағы болып келген қасиетті орын. Бұл алып кесене бабаларымыздың даналығы мен діни рухани мәдениетінің биік шыңы. Әрбір тасы халқымыздың бірлікке ұмтылған асқақ арманын айқындайды. Жұмбақ тас табиғаттың өзі сомдаған таңғажайып туынды. Аңызға толы бұл тас мәңгілік махаббат пен адалдықтың символы іспетті. Жер мен су мүжіп қалыптастырған ерекше бейне табиғаттың тылсым сырын ашып тұрғандай. Бекет ата жерасты мешіті тек сәулет өнерінің кереметі ғана емес, халқымыздың рухани тұтастығының бір белгісі. Бұл орын қазақ халқының жүрегіндегі иман мен ізгілікті, елдік пен бірліктің жарқын көрінісі. Шарын шатқалы табиғаттың миллиондаған жылдар бойғы ғажайып шеберлігінің нәтижесі. Оның биік жартастары мен қызғылт құздары табиғат ананың таңғалдырар туындысы. Бұл шатқал уақыттың терең ізін, тарихтың үнсіз шежіресін сақтап тұр. Қайыңды көл жер сілкінісі нәтижесінде пайда болған судан бой көтерген қарағайларымен ерекше. Бұл табиғи керемет табиғаттың тылсым сұлулығы мен таңғажайып қуатын паш етеді. Балбал тастар ертеден жеткен үнсіз шежіре, бабаларымыздың өмірі мен күресінің белгісі. Әр тасқа қашалған бейнелер ұрпақтың сабақтастығының алтын көпірі. Мен жобамды бұл Қазақстанның жеті кереметі ұлы даламыздың өткенін, бүгінін және келешегін жалғайтын асыл мұра. Олар біздің ұлттық мақтанышымыз, халықтың рухани және мәдени байлығының биік символы. Бізге жеткен бұл қазыналарды қорғау әрбіріміздің қасиетті борышымыз деп қорытындылаймын. Бүгінгі жобамыз арқылы біз тек көздің жауын алар сұлулықты ғана емес, олардың астарындағы тарих пен тағылымды, бабалардың өсиетін, ұрпаққа қалдырған аманатын ұғындық. Әрбір керемет тек көрікті мекен ғана емес, халқымыздың сан ғасырлық ұлылығын әйгілейтін асыл мұра. Осы мұраларды бағалау, зерттеу және болашаққа жеткізу біздің парызымыз. Назарларыңызға рахмет.